үшін жарала керіме сезім беріп мағанда сен менің тереңіме жеттің байқатпай ақырын қарап шығып әлегім бар ойды азап қылып ұнатып қалғанымды сездің асылым сездің жүректі ездің асылым Аскарик! Арулар, келасамыз. Кезір. Я досым, шақырттың ба? Ой, кешірмедім. Бас етке. Біздің жоба өтпей қалды. Неге? Қойш? Қалай сонда? Иә. Плагиат дейді. Аскар. Қалай плагиат? Оны өзіміз істедік. Қанша күндік еңбегіміз бар. Білем. Бірақ біздің жобамыздың соңғы нұсқасын басқа бір компания бізге дейін тапсырып үлгеріпті. Қалай ол? Сол үшін сендерді осында шақыртып отырмын. Енді? Жобаның соңғы нұсқасы кімде болды? Менде болды, менде, иә. Сол жоба басқа компанияның қолына қалай тиді? Білмеймін. Жо, Аскар... Сонда... Менен күмәнданып отырсыңдар ма? Жоқ. Аскар. Мен сен көзіңнен бәрін көріп тұрмын. Егер кінәлі адам керек болса, мен болайын не істеймін. Жақсы. Аблай. Аблай, мен сені ұрлат деген жоқпын ғой. Аскар, қоя сал, мен сені түсіндім. Ту, Асқар. Өзің де білесің, біздің командадан бұндай жұмыстың шығуы мүмкін емес. Енді ол жоба ауамен ұшып барды ма не? Сеніңсің бе? Дина? Нені айтасың? Марат өтірік ақымақ болмашы, а? Солай болса ше. Не деген адамсың сен, а? Оның бәрі сен үшін. Иә. Басында мен кеткенің де бұлай болушы ме? Енді бұл компанияның күлі көкке ұшқанын көресің. Не ойың бар сен? Кеттік. Нұрсұлтанға бірге қайтайық. Шынымды айтсам, мен де бұл ойыннан шаршадым. Басымды қатырма. Дина, сен мен білесің. Жақсы білесің. Сөзімде тұратын адаммын. Егер де мен кетпесең, мен бұл компанияны жоқ етемін. Қолымнан келеді. Бұл олардың жеп отырған наны, жұмысы. Менімен бірге болсаң, нанын жеп, жұмысын ары қарай жалғастыра береді. Аблай мені жақсы көреді. Және сен оны жақсы білесің. Аблай. Есімнен шығармасам, атамның бір сөзі бар еді. Көзден кетсе, көңілден кетеді. Иә. Ұмытарсың оны.
біз әлі бақытты боламыз. Ал Абылай мен Асқар уайымдамай қой. Қол ұстасып бірге бақытты болады. Абылай менен оңайшылықпен бас тартпайды. Сен ақылды елсің. Бір амалын табарсың. Бас тартқыз. Жоқ. Алло, Абылай, қайдасың? Жолда. Офиске кел, сөйлесейік, кім кінәлі екенін табамыз. Сабира, мұны жасаған мен емес. Білем, мен саған сенем. Асқар... Айтпашы маған сол Асқарымды. Өзің ойлаш, бала кезден бірге өскен досың сенбегені менен күдіктеніп тұр ол. Білгендерің түсіңдерші. Егер өзіңнің кішкентайдан бірге өскен досың сенбесе, оны білмеймін басқаларды не күтуге болады, Сабира, айтшы маған. Не күтуге болады? Абылай, оның да өз себебі болған шығар. Сен қайда бара жатырсың? Мен ауылға кетіп барамын, Сабира, бол. Мазамды алмаңдаршы, ойлануым керек. Абылай ол. Иә? Ол неғып жүр? Абылай, бәрі дұрыс па қолыным? Жақсы апа, аман сен. Қалайсың, балам? Жақсы. Мен біраз күнге демалысқа келдім. Не бол? Көңілге жоқ сияқты ғой? Білмеймін ғой, не болғанын. Ой, Аллай. Құдай-ай, тағы қайталанды ма? Ұяң мінезің, нәзік жұмсақ жүрегің, ұяңдарға өмірде қиын ұяң мінезің. Жүріңіз. Қыдыра береміз. Қарсы болмасаңыз, қыдырайық. Жүріңіз. Жүр. Қиян
деп па? Осындай қиын сәттерде өзіңнің нағыз маман екеніңді дәлелдейтін бір жақсы мүмкіндік сияқты менің ойымша. Мен де сен кеткеніңді қаламаймын. Қойыңызшы, Абылай мырза. Қарапайым болатын. Шлей мақтап кеткен жоқпын ба сен? Шлей. Сен шымкентский вариант үйреніп оқсың ба? Антен туралайтын бетіндер. Серпни жағына қарай бар, серпни жағына. Оңға қарай, екі оңға қарай бар. Болады сендер. Онда айту керек ау шамасы, иә? Солай сияқты. Мен сені бір көргеннен бірінші күн алматқам. Бонсуай дейін. Сәуле? Сәлем. Кір. Сен кетіп баратсың ба не? Сен маған айтқан жоқсың ғой. Саған айтайын дегем. Мен Динамен кетем. Не? Сәуле, бұл уақытша ғана. Одан кегімді алған соң, оны тастаймын. Сосын қайта оралам. Саған, мен сені сүйем. Екеуміз бірге боламыз. Марат, мен саған сенгем. Сен мені алып кетем дегенсің. Әрине алып кетем, бірақ қазір емес. Сәуле, Динаның шаруасын шешіп болған соң, мен міндетті түрде қайта ораламын. Бірақ оға дейін маған хабарласпа, хатта жазба. Мен өзім хабарласам. Жарай ма? Сәуле, бері қарашы. Мен уәде бердім ба, орындайым. Қазір қайта қой. Мен сені сүйем. Еш уайымдама. Шын. Үйге бара қой. Деко? Не? Маңызды емес. Сәуле, еш уайымдама. Келем дедім ба? Келем. Кездескенше. Сәбира, сонда сен де жұмыстан шайын деп жатсың ба? Иә. Абылайдың бұлай жасау мүмкін емес. Оны өзің де жақсы білесің. Иә, жақсы білем. Енді? Бұның бәрін Марат әдейі ұйымдастырып жасап отыр. Не үшін? Не керегі бар ол? Оған Динаның ұнайтын бәріміз білеміз ғой. Ол Дина үшін Шымкентке келді. Дина үшін біздің компанияға инвестор болды. Сәбира, ол бәленбай миллион жоғалтады. Адам әйел үшін ондайға бармайды. Әйел үшін ер адам не істемеген?
Бірақ Абылай да ондайға бара алмайды. Әрине. Өзің ойлан енді. Асеке, мен Нұрсұлтанға қайтып барам. Енді сіздердің жұмыстарыңызға кедергі келтірмеймін. Қаржы да салмайым, серіктес те бола алмайым. Түсінбедім. Қалай? Солай, біз құжаттарға қол қойған жоқпыз ғой. Жоқ, сондықтан ешқандай мәселе туындамайды деп ойлаймын. Иә. Асеке, сіздерге сәттілік тілеймін. Ешқандай реніш болмасын. Ағай уақ. Мұрат, сен мені алып кетесің ғой, келесің ғой қайтып, Соле, сен сұлусың, ақ көңілсің, негізі бақылдысың. Бірақ ренжіме. Мен қайдам, сен қайдасың. Мұрат. Дина, Абылай ауылға кетті. Мүмкін екеміз бірге барып қайтамыз. Мен Абылайға бара алмаймын. Неге? Кетіп бара жатырмын. Қайда? Сәбира, менің Шымкентте ұзақ уақыт болу албастан жоспарымда болмаған. Сондықтан уақыт келді. Нұрсұлтанға оралу керек. Түсінбедім. Сонда сен Маратпен кетіп бара жатырсың ба? Дина, Мараттың қандай адам екенін өзің жақсы білесің. Асығыс шешім қабылдаудың керек жоқ деп ойлаймын. Мүмкін тағы да ойланасың. Мен бәрін шештім. Сәбира. Онда өзің білесің. Өзің шеш. Асқар Төлегенұлы. Сәулем азамдалма. Сізге бір нәрсе айтым керек. Менің басым қатып жатыр. Той ағам Маратқа байланысты. Ол туралы мүлде ештеңе естігім келмейді. Жобаны ұрлаған сол. Не? Жобаны ұрлаған сол. Абылай. Абылай. Ома,
Не жатсың мынау? Абылай. Тасташы, күрсінбе, мүрсінбесінесің мынаның. Бекер келдің, Асқар, бекер келдің, бар ғой. Осының барлығын Марат әдейі жасапты ғой? Маған бәрібір. Бәрібір несі? Дина сені жақсы көреді. Осының барлығы біледі. Тұр дейміз. Асқар, ана Динаң бар ғой? Иә. Мен жақсы көрсе, кетпеседі. Ойлаш, досым екі рез қыз тастап кетті. Ұялмай хат жазып кетеді. 8 рет болса да. Дина сені жақсы көреді. Сен өзің де соны білесің. Білмеймін. Олар тоқтату керек дейміз ға. Содан ары кетсін. Тұр дейміз ға. Бармайым. Тұр. Тұрмайым. Тұр дейміз ға. Тұр дейміз ға. Барасың. Салға. Бол. Дина. Сен сол саяқы мазақтар үшін көңіл күйіңді түсіріп отырсың. Диночка, біз Нұрсұлтанға кетіп бара жатырмыз. Кетіп бара жатқанымыз дұрыс болды. Иә. Біз бұл қала үшін лайықты емеспіз. Бұл жақтың адамдары мүлдем басқа әлем ғой. Ашық, жарқын, мейірімді, себепсіз көмектеседі. Танымаса да қал жағдайын сұрайды. Ең бастысы адамды адами қасиеттері үшін жақсы көру керек. Иә. Адами қасиет үшін жақсы көру керек. Дұрыс айтасың. Здравствуйте. Добро пожаловать. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Добро пожаловать. Асқар, күзетші жібермейді біз қазір. Уайымдамашы. Өзім шешем қазір. Осында тұр. Ассалаумалейкум, бауырым. Қалғалай. Сендердің бастықтарың серік емес пе? Жоқ. Дұрыс, мақсат. Жоқ. Бейбіт, дұрыс қой. Иә. Міне, сол бейбітке сен айт. Жаңа Асқараға келді де. Сол Асқараға не деп айтты? Асқараға не деп айтты? Ертең саған 50 000 теңге премия жазып берсін деді. Түсіндің бе? Шын ба? Әрине. Жұмысын керемет жасап жатсың. Молодец. Мені танисың ба? Ой, Шымлаев компаниясын білесің бе? Соның директорым ғой мен. Извините, вы куда? Ваш посадочный талон. У нее! Дина! Өтінем. Кетпеші. Мен сені сүйемін. Мен сені сүймеймін.
Онда көздерің неге басқаша айтып тұр? Басты қатырмай кетші. Сүймеймін деді ма? Сүймейді. Сен бар ғой, сен араласпа, сенімен әңгіме бөлек. Дина, маған сенсіз өмір жоқ екенін өзің де жақсы білесің ғой. Өтінем олай істемеші. Кетпеші сен. Жігіттер, өтінем, бір минут. Алып кет. Бір минут, жігіттер. Қазір бір ауыз сөз айтамын да шығам. Сәл күтіңдерші. Дина, өтінем, кетпеші. Шын айтам, мен сені сүйемін. Мен де мына қалада сені жақсы көріп қалды. Егер сен кетсең, бұл қала қаңырақ бала, түсінесің ба? Өткендегі жазғандардың бәрі жалған екенін білем. Және мына нақұрысқа сенбеші. Сильвопле, Аблай, қумаш. Алып кетіңдер, бол, жігіттер. Жүр. Дина, кетпеші өтінем. Мен сені сүйемін, намырсың. Дина! Шымкентте болам, ешқайда кетпей. Дина! Басың істема сенің. Кеше ғана кездесіп, бүгін мәжбүр болдық қоштасуға. Кеше ғана жүздесіп, бүгін көңіл қайта сығуда. Маған тиесің ба? Маған тұрмысқа шаш.